1 километрден кейін 10-ға кетуіміз керекпіз. Асығатын дымы жоқ, уақыт бар, 4 сағат 11 минут. Алдымызда осындай нормальный жол, ауылдың жолы ғой мынау ше. Таңғалатыным мәз саған. Қайдағы бір ауылдың жолына дейін сайратып қойыпты ғой, мынаны қарашы, сайрап жатыр ғой сол жол. Разметкісі бар, шұрқ тесігі жоқ. Я енді мынандай анау-мынаулары бар енді, бірақ онда спокойно өтіп кетіп жатсың ғой. Жол белгілері бар. Ешкім сол сені артыңнан келіп сигнал етеді, болсайш не болды, жүрмей жолыңа жуа бітті ма деп. Ешкім қолын көтеріп айқайлап бір, ондай жоқ қой, ондай жоқ десейді. Жұрт бір-бірін сыйлайды, бір-бірін сол не қылып қошеметтеп жүреді ғой. Мен даже осы жолда қазір 30 шақырыммен жүрсем, ешқайсысы үндемейді. Сол артымнан сол 30-бен ұрып отырады. Жыны келсе жыны келетін шығар енді, бірақ сол үндемей келеді ғой. Бірақ менде енді бетінен кеткен бір албасты емеспін. Өзім өткізіп жіберіп тұрам. Егер көріп тұрсам, алдымда ешкім жоқ, поворотыңды қосып жібересің оңға қарай. Оны кейбіреулер түсінеді, кейбіреулер түсінбейді. Біздің жігіттер түсінеді енді, мынауын түсінбейді екен. Бұл бір жол туралы айтатын болсам, действительно тамаша. Мен мына Ресейде өстіп бір ауылдардың арасымен келе жатсаң, осы изменада отырасың ғой, мына қай жерде бір шұңқыр ұстап алмасам екен деп, қай жерде бір ауып кетпесе екен деп машина сөйтіп отырасың ғой. Бұл жерде ондай жоқ. Енді автобан емес енді, бірақ көзді жұмып қойып спокойно ұрып отырасың ғой. Мен білем, өйткені мына жолда шұрқ тесік жоқ, мына белінен келетін тесік жоқ. Түсіп сол дөңгелегің сол бір жарып алып, я бірдеме қылып, ойбай құрттау, дамбалын жырттау деп ойбайлап ататын жер жоқ. Бәрі спокойно. Екінші жағынан мына үйлерін қарасайын, әр неміс қырқып қойған ғой, мына үйін бәрі мына қырқып, гүл отырғызып, тамаша қылып қойған. Неге бізде ондай болмайды деймін де? Неге бізде ондай болмайды? Бәрі өзімізге байланысты. Бәрі өзімізге байланысты. Мен алдындағы осы бейнебаяндарымда айтқанмын, мына Германияда дым жоқ, мұнай жоқ, газ жоқ, көмір жоқ, алтын, уран, анау-мынау, күміс, мас деген сияқты жоқ, дым жоқ, металдан вообще дым жоқ. Бірақ қарап отырсаң, осы неше түрлі брендтердің бәрі осы Германиядағы. Міне ман келе жатыр. Ман, Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, неше түрлі мына Opel'іңде осы жақта жасалынады. Бәрі осы Германияда жасалынады, қарап отырсаң. Машиналарды былай қойшы енді. Siemens'те осы жақта жасалынады. Bosch компаниясы, бренд, ол да осы жақта. Мына кондиционерінен бастап Borg, ол да осы жақта. Zeiss, ол да осы жақта. Неше түрлі брендтің бәрі, Bayer тоже осы жақта. Неше түрлі брендтердің бәрі осы жерде ғой. Сонда мемлекет өзі ештеме таппайды. Мынау полезный ископаемый дейді ғой. Жаңа алдында айтқан, өзінде дым жоқ, осының барлығын тасиды. Қазақстаннан тасиды, Ресейден тасиды, басқа мемлекеттерден тасиды. Алып келіп, өздері өз жерде жасап, сосын 10 есе қымбатына бізге сатады. Индустрия жағынан өте қатты дамыған. Білмеймін, бізде де енді оны өсіп істеуге болады ғой. Просто ақшаны шамалы, параны аз жеу керек. Действительно, егер Қазақстанымызға жаны ашитын бір адам болса, қолынан іс келетін, коррупциямен күресе алатын, осы қазақ еліне, қазақ халқына, осы мемлекетімізге жаны ашитын, действительно патриот адам болса, біздің Қазақстанымызда Швейцариядан да артық қылуға болады. Көп қой, айта берсең көп. Шетелде жүргесін салыстырамда, салыстырасың. Бұяқта енді адамдарда не бар?
келе жатқан ертеңгі күнге үміті бар. Даже бірдеме болып қалып қараң қалып атса, бұлар өздерінің мемлекеттеріне сенеді, өйткені мемлекеті бұларды лақтырып кетпейді. Жай ғана мына заңдарын алып қарасаң, қарапайым заңдарын алып қарасаң, егер сен кредитің бар, анау мынауың бар, ауырып қалып, жұмыссыз қалып атсаң, мемлекет сенің кредитіңді өзі төлейді. Бізде ондай жоқ қой? Бізде ондай жоқ. Егер төлей алмай қалсаң, ауырып қалдың ба, аяғыңды сындырып қалдың ба, бәрібір ғой. Ешкім сенің кредитін төлеп бермейді. Наоборот, коллектор келеді де, неге ақшаңды төлемейсің деп пеняңды үстіне қосып жібереді де, қалған қаныңның бәрін сорып алады. Хоч не хоч, төлейсің, төлемейсің бе, анау сот орындаушыларын жібереді, олар есіңді қағып қаныңды ішеді, сосын жүресің қашып пысып солардан. Бұяқта даже мына нені алып қарасаң, кредит. Жұрттар кредит алып жатыр. Мен осы бірге жұмыс істейтін жігіттер де кредит алып жатыр. Солармен сөйлесем да, кредитің бар ма десем, бар дейді. Кредиттің ставкасы қанша десем, ой, қымбат дейді. Енді қанша десем, 0,8 дейді. Мен айтамын, не 0,8? 0,8% ставка кредит. Ипотекаң сол 1%-ке дейін бармайды ғой. 1%-ке дейін бармайды. Ал біздің нелерді алып көр, кредиттерін. Халық банкіне барып көрші. Спокойно саған, от души саған 15-20% жазып береді. Өкітіп тұр. Кезінде мен өзімде де кредит болған, сол халық банкында қанша 21%-ін бе мамалатып тұрып жазып берген сол процентный ставкасы. Бұяқта неге ондай процентный ставка дейсің, бұл жерде кредит алған кезде сенің жағдайыңа қарайды. Бізде де қарайды ғой, бірақ бізде олай қарамайды. Бізде мәмен шешіп берілетін нәрсе ғой. Лишь бы адамға кредит берсе болды. Бұяқта ондай емес. Бұяқта қарайды, сен төлей аласың ба, төлей алмайсың ба. Сондықтан да сондай процентный ставка жасап қойған кредиттің ше. Өткені сен 2000 евро айлықпен 21% төлейсің ғой, енді төлейсің. Бірақ өмірге ақшаң қалмайды ғой. Мемлекет соны ойлайды да, сондықтан да сондай кішкене процент жасап қойған. Осындай өте бір сезілетін моменттер көп та. Сондықтан да халық осындай. Көлік туралы айтатын болсақ, көріп келе жатсыздар ғой. Адамдар осы Прадамен жүрген адам жоқ. Көбісі сұрайды, не Прада жоқ па, не 200 дейді. Ол бізде ғой, шамалы ақшаң болса, жүгіріп барады да кредитке алады 200 Прада. Сол аяқты бүйтіп керіп қояды да, көкіректі бүйтіп көтеріп қояды да, жүреді ана көгершін құсап. Адам танымай, сөйлесе алмай. Сен кімсің? Мен ғой әбеке көршімін. Қандай көрші? Құдай көрші қарама-қарсы. Сен ба деп. Бұяқта бәрі адамдар практичный өмір сүрген жақсы көреді. Мало литрашка алатындарын бәрі. Өткелі бензин қымбат. 2 евро. Мына бұқаларың жынды екен енді. Ауылға жіберетін бұқа екен мынау. Вот солай жолдастар. Сондықтан да міне көріп келе жатсыздар. Жол бар, разметка бар. Жол былай тұрсын. Әне даже асфальттап тастаған, белсебетпен жүретін тротуарыңа дейін асфальттап тастаған. Қайдағы бір ауыл, қайдағы бір ауыл. Мен осы жаққа келіп енді отырып алып аузын көпіріп өзінің мемлекетін жамандап атқан жоқпын. Просто салыстырасында кейде ішің удай ашиды. Неге бізде осындай соншама байлық болып тұрып, неге осындай условия бізде жоқ деймін де? Неге жоқ бізге? Білмеймін енді. Біздің менталитетіміз сондай шығар деймін. Өйткені адам мына билікке келсе, бәрі бізде болсын, Ресейде болсын, бұрынғы сол Совет одағынан тараған мемлекеттердің бәрінде осындай проблема жағдай деп ойлаймын мен. Біреу келеді, сәке, мәке, бәке, сонымен кетеді ғой. Мен сен көршіңмін, балтызыңмын, аға
атаммын, жеңгеммін, көкеммін, осы Мәри апамның баласы едім, жұмыс қалшы деп, сол жұмыс қалады, ол сосын жаймен кетеді. Бірдеңең бар ма, не болды? Құрғақ қасық ауыр жыртады дейді ғой деген сияқты орындап қоймайсың ба? Соның ертеңіне уже бір айдан кейін уже қарап отырсаң камера етеді затқа мініп алыпты дейді. Вот солай жолдастар. Бәрін айтты, бірін айтты дейді. Ребург деген қалаға келдік. Қала емес, совхоз ғой. Кәдімгі совхоз. Егін егет, в основном егін егет. Картоп егет. Айтпақшы, картофель деген сөз, осы немістен келген сөз. Центр деген сөз, тоже немістен келген сөз. Неше түрлі сөздер, сол бәрі. Бульдозер деген сөз, тоже немістерден келген. Тағы да бір ауыл. Не көріп отырсыздар ғой? Мен осы көзім тоймайды да осыларға. Немістерге таң қаламын да, әкеңнің сізге неше пысық болатынын білмеймін ше осылардың. Бәрі де бір адам көрмейсің ғой. Мен осы жолмен постоянно жүремін, осыны қырқып атқан, қай кезде мынаның бәрін өстіп тазалап, қырқып, прям не қылып қоятынын білмеймін ше. Или мына пластмасс гүлдер ма, пластмасс не ма, шөп па, пластмасс емес қой, енді ойнап айтамын енді. Таң қаласың да енді. Бұның бәрі менталитет дейді. Мен осы жаққа келіп алып, даже біздің немістер Қазақстаннан келіп алып, бұл жерде немісше тұра алмайды. Немісше тұра алмайды. Өйткені осы жақта конкретный неміс болу үшін неміс болып туылу керек осы жерде. Неміс болмасаң да осы жерде туылуың керексің. Мына знак көрдің ғой. Танк 30 километрмен жүруге болады дейді. Или 30 тонна, 50 тонна ма? Құдай біледі. Короче, танктың суретін сақтап қойыпты. Вот, осы жақта осындай заңдармен. Через 400 метров поверните налево. Ой, бастық қатырмаш. Осы жақта осылай тұру үшін осы жерде туылу керек. Осы менталитетті сіңіру үшін осы жерде туылу керек. Мен өз басым осы Германияға сыя алмаймын деп ойлаймын. Өйткені мен менталитетім басқа. Мен мынандай қоңыр қызыл үйде тұра алмаймын. Поверните налево. Шашлык істеу үшін көршілердің бәріне барып рұқсат сұрауың керексің. Машинаңды шампунмен жуа алмайсың. Шампунмен жусаң, көршің барып бір звонок жасап жібереді, келеді, сосын зеленыйлап, экология келеді де, көтіңе ағаш тығады. Сол неге жуасың, шампунмен жууға болмайды, өйткені экологияға өте қатты зияны бар деп 2,5 мың евро штрафыңды жазып береді. Вот, сонымен сол сорлап кетесің. Анау мынау бір айқай шу болды ма, то же самое. Вот, көршілерің спокойно минуттерге звондап жібереді. Сосын келеді, уиу, шиқылдап, торымыздың бобик келіп, сол айтсыбай полиция қылып жібереді. Бұяқта вообще неге звондап, полицияға звондап, сені ұстаттырып жіберген не болып саналмайды бір. Ойбай, ұят қойды, бізде ғой, ойбай, мә қойшы, мен ондай движениемен айналыспаймын. Құдай сақтасын, ертең өсек шығады ғой, сосын ойбай, мынау Әділбегім сол менттерге ұстаттырып жіберіп, менттерге жұмыс істейді екен ғой деймін. Бұяқта ондай жоқ. Бұяқта сені қуана сені с потрохами дейді ғой. Сдавать етіп жібереді. Бұл өйткені нормально болып саналады. Айта берсең енді әңгіме көп жолдастар. Еще байқап отырсыздар ма? Үйлердің көбісі қоңыр қызыл. Өте аз мына ақ үйлер өте аз. Ақ үйлер енді осы соңғы кезде салынған үйлер ғой. Ал мына қоңыр қызыл үйлердің бәрі сол баяғыдан бері салынып келген, баяғыда салынған үйлер. Даже мына Гитлердің келген кезінде ең бірінші мынау заңдарының бірі үйлердің бәрі қоңыр қызыл болу керек деп сондай заңдар шығарған. Шатыры төбесінде тоже қоңыр қызыл болу керек деп. Содан қалған нәрселер ғой бұның барлығы. Әшейін қоңыр қызыл емес. Порядок та, өзінше бір порядок, бірақ бұл порядок маған ұнамайды. Сол кезден уже қалған осындай нелер. Салт дәстүр ғой. Кітапта ашып айтпақшы, тарихты оқу керек, неге осындай қызыл деп. Былайынша қарап отырсаң, Баварияда, оңтүстік Германияда, солтүстік Германияда архитектура өте әртүрлі. Кейбір жерлерде осындай сплошной қызыл, қоңыр қызыл үйлер, кейбір жерлерде мына особенно солтүстік Германияда осындай ақ үйлер көп. Уже нормальный, современный.
айта берсең енді көп, жүре берсең енді көре бересің ғой. Бесебедіңде мынау басына обязательно каска киіп алады. Кешке қарай жүретін болса үстіне жилет киіп алады. Егер артында баласы болса оның үстіне тағы шошайтып 2 метр бір сымды байлап алады да, сол сымның ұшына жалау байлап қояды сап-сары, қақып кетпесін деп. Оның бәрі дұрыс деп ойлаймын, оның бәрі тәрбие ғой, оның барлығы қауіпсіздік, адамның қауіпсіздігі. Қой, болды. Осымен жетелен. Кеттік ары қарай. Қала деген қып-қызыл болып тұр ғой бәрі. Ё-майо. На прицептің несі істемейді екен. Поворотник что-то жатырқап тұр. Так, мына жерді мен білем. Буршбет деген жер. Қазір осы жерде прицебімізді тастап, жаңа алдында айтқандағыдай. И қасында екінші жер бар, буршбет деген. Сол жерге барып, уже прицебімізді алып қайтамыз. Шаршадым. Жуыну керек, шайыну керек. Мына братчики де осы жаққа келе жатыр ғой. Қазір мына кольцода солға кетеміз. Өзіміздің арнайы рампамыз бар тұратын. Сол өзіміздің рампамызға тұрамыз. Ең соңында тастаймыз да кетеміз ау деймін. Логистке звондау керек, өйткені документ жоқ мына жүктен. Короче, блин, ішіне кіру керек екен, ё-майо. Ішіне кіріп сөйлесу керек, телефонда документті көрсет дейді. Қай рампа екенін айтады, сол рампаға тұрып, сол жерге тастап кетесің дейді, мына контейнерді. И қайт дейді сосын үйіңе. Ё-майо. Біреумен сөйлескен жеп көрім, қазір тұрасың. Бір кеміс адам қызап, I know, understand you деп тұрасың, кеңің аусы кең. Бұлар ағылшынша сөйлемейді ғой, біз ғой ағылшынша сөйлейді. Бұлар біліп тұрса да ағылшын тілін қолданбайды. Қысқаша айтқанда прицеп тастап кеттік контейнермен қоса. Қазір қасымызда басқа жер бар, сол жерге барып, басқа контейнерді алып кету керек. 12 минут қалып үлгеру керек тезірек. Так, мынау екен, анау рульді игердік екен. Шамалы алдыға и көтеру керек. Ең аусы сен соншама көтерген нес. Так, и резко алдыға беру керек. Все, жүрмей ма, значит, все нормально. Так, мынау біздің полуприцеп. 30 минут пауза ғой. Ауа, тормыз. О, шышы, осырып қойды оны. Кәрі байтал қысап, осыра беретін. Болды. Мына замок қой. Мынау түсіп тұру керек төмен. Түсіп тұрмаса, бүйтіп тұрса, значит жабылмаған. Өзінен өзі ағытылып кетіп жүріп бара жатқан кезде полуприцебін жоғалтып алуы мүмкін. Айдалада ағытылып қалып. Есігін жабу керек қазір. Бүйтіп байлап қояйық. Тым болмаса ажарып кетіп мынаңдағы. Ойып жіберіп әкесін кетер. Сақтансам, Құдай сақтайды дейді. Бас алып кетті ғой. 20 минут қалыпты, ё-майо.
жұмыстың аяқталуына жетсек болды ғой енді үйге дейін. Базаға дейін жетіп машинаны тастау керек. Ё-моё. Навигаторға қосып көрейік, что там не болып жатыр. 20 минутке жете аламыз ба, не дейді навигатор. Мәсіған қып-қызыл болып тұр ғой. Как раз 18 минут деп тұр. 18 минутте жетесің дейді, 19 минут дейді уже.